Қырмызы ұзақты күнге түс көрумен болды. Бармаған жері, баспаған тауы, әлеметі жоқ. Әлсін әлі шошып оянғанда қара терге түсіп, тұла бойы дел-сал болып қалады. Ұзақты күнде шатасып ұйықтай алмады. Таң құла жиектеніп саз беріп келе жатқанда көзі ілікті. Әдемі түске кірді. Қыз бозбала тегіс жиналған бір үй. Жұрттың бәрі қуанышты. Қырмызы бір жерге тұрақтамай, қалың топқа көз жүгіртіп, әлдекімді іздеумен болды. Оны енді іздеме, іздегенмен саған жоқ, дейді біреу. Қырмызының ашуы келіп, қалтырап кетті. Тоқтаусыз жүгіріп іздейді. Бір қара күңгірт жерде әлде не көзге елестегендей болады. Адам секілді. Тұрған тұрысы, киімі таныс. Жақындап келіп еді қамбар. Қарағым-ау, мен сені іздеп жүрмін ғой, дей бергенде, келме, деп қол сілкіді. Қырмызы шошып, өкпелеген тәрізді боп тұра қалды. Қамбар жымиды. Жүзіне нұр құйылып, бір түрлі сәуле шашқандай болды. Мен саған өкпеледім, мені ұмытып кеттің, дейді Қырмызы. Бірдеңе айтайын деп еді, тілі тұтығып айта алмады. Екі көзі Қамбарда. Қатты да қалды. Қырмызының ынтығып сағынып тұрғанын білгендей, Қамбар орнынан қозғалып жақындағандай болды. Киген киімі қып-қызыл. Көзге шағылысып құбылып тұр. Құшағын жайды. Кел қалқам, дейді. Жас жүрегі алқынып, сүйген досының көптен көрмеген Қамбарының жылы құшағына атылып кіре берейін дегенде, ау тұрсайшы, күн түс болды ғой, деген шешесінің сөзіне Қырмызы оянып кетті. Жүрегі дүрсілдеп, алқынып, тұла бойы бусанып, терлеп қалған екен. Жан-жағын сипалап, бірдеме іздеген адамша көрпенің, жастығының астын қарады. Жоқ. Кенет ойына түсті. Жылағысы келіп кетті. Манадан бері көргенінің бәрі түс екенін білді. Көптен бері сағынып бір ауыз сөзіне ынтық болып жүрген Қамбарының жылы құшағына кіргізбей, тәтті жерінде түсінен бөлген шешесіне ішінен нәлет оқыды. Тұла бойы мең-зең. Тұрып киініп, мен шелегін алып суға жөнелді. Қырмызы суға жеткенше түсін ойлаумен болды. Қамбардың кеткеніне дәл бір жыл. Сағынған уақыттарында түсінде көретін. Бірақ бүгінгі түсі бұрынғыға қарағанда өзгешерек. Жүрегі соғып дүрсілдеп барады. Құдай-ай, жақсылық болғайда, дейді. Шелегін жерге қойып, су ала берейін дегенде, әлденеден сескенгендей бұрылып артына қарады. Еш нәрсе де жоқ.
қалың тал, сен жырып тастаған қалың шұңқыр құм, есіне бірдеме түскен адам тәрізденіп, қалың тоғайдың екі өзеннің екі арасындағы шұңқырға келді. Олай-бұлай қарады. Өткен күн есіне түсті. Еріксіз жылап жіберді. Былтыр нақ осы кез. Онда да сәске кезінде суға келген. Шелегін жерге қойып, су ала бергенде, арт жағынан біреу келіп, қырмызымысың деген. Жалт қараса Қамбар. Мұздай киініп, қамшысы сүйретулі төніп тұр. Қырмызы өзін өзі ұстай алмай, еріксіз құшақтаған. Қош деген Қамбар, мен жол жүріп бара жатырмын. Елді қазашей қаптап кетті. Мен отыра алатын емеспін. Дос бар, дұшпан бар. Күні ертең болчауек деп өлтіреді ғой. Елде жүріп, текке өлгенше, ілгергі жақтағы жолдастарға қосылып, теңдігімізді ала өлгім келеді. Ренжіме қырмызы жан. Күнім туса келер жылы нақ осы уақытта, осы жерде күтем. Осы құм меже болсын. Бүгінгідей ойнап қосыламыз. Мен сені сүйем. Дүниенің қай бұрышында жүрсем де, сен ойымнан шықпайсың. Мен де ұмытпаймын, сен де ұмытпа деп кетіп қалған. Сол құмды осы Қамбардан айырылғанына әзір 1 жыл. Қамбар бүгін үйіне келіп, суға келген қырмызыны ұшыратуға іздеп жүрме. Жас жүрек толқынданып, лобылып, дәйек тауып тұра алмастық дәрежеге келді. Құдай-ай, деді қырмызы. Құдай-ай, жас жүректің тілегі қабыл болсын, қабыл дейтін еді. 1 тәуліктен бері зарлағаным жетерлік болып еді ғой. Сүйгеніммен кездесіп, ойнап күлген адамның арманы бар ма екен? Қалың тоғайдың арасы сыбырлап ашылып, әлде кімге жол бергендей болды. Қырмызы шошығанда, қуанғанда тәрізденді. Сол ма екен деген ойын ойлап, бір түрместен ақ сол шығар деп көңілін сендірген секілденді. Болмады. Қамбар дегені көршілес жеңгесі Рақыш болып шықты. Қолында ұзын шыбық, бұзау айдап жүр. Не қылып тұрсың, Еркежан, деді, жақындап келіп. Апырмай, Құдайдың күнінің ызғарын-ай, тоңдырып барады ғой, деді. Қырмызы мұны тәтті түсін бөлген шешесінен бетер жек көрді. Үндемей қалуды лайық көрмей, қыс болған соң суық болмай қайтушы еді, деді. Қайдағы қыс? Тоқырау әлі біткен жоқ. Былтыр бұл уақытта кәдімгідей суық еді ғой.
Есіңде бар ма? Ауылға көп солдат келіп, әлгі қамбар қашатында. Иә, дей салды Қырмызы. Сен естідің бе? Еркежан, айтпақшы, сол қамбар былтыр соғысқа барып өліпті ғой. Қойшы, деді Қырмызы. Сұп-сұр болып кетті. Жас жүректен қайнап шыққан ыстық жас мөлт-мөлт етіп көзінің шарасына толып қалды. Өлген шығар, деді. Мөлдіреген жас бетін жуып кетті.